Оқушылар, мен сіздерге бүгінгі сабақтың сілтемесін жіберген болатын. Ол сілтеменің үстінен басып отырып, бүгінгі сабақтың тапсырмасын толық қараймыз. Алдымен сайт ашылады. Енді төменнен жоғары қарай саусағымызды сырғата отырып, бүгінгі тапсырманы орындаймыз. Байқасаңыздар, бүгінгі сабақтың тақырыбы рухани денсаулық, өмірдің мәні. Аты жөні деген тұста тыңдалым берген, оны мұқият тыңдаймыз. Үстінен бассаңыздар, аудио ашылады. Саламатсыздар. Толық аты жөніңізбен және сыныбыңызды көрсетіп жазыңыз. Бұл жерде аты жөніңізбен толық сыныбыңызды көрсетіп осы тұсқа жазасыздар. Содан кейін барып жоғары қарай көтерсеңіздер, аудио берілген, аудионы мұқият тыңдайсыздар, видеоны көресіздер. Содан кейін тапсырманы орындайсыздар, бос орынға тиісті сөздерді қойып жазасыздар. Сіздерге ұзын сызық берілген, осы ұзын сызықты басып қарасаңыздар, тиісті сөздер бар. Сол тиісті сөздерді орнына қойып жазасыздар. Төменнен жоғары қарай сырғыта отырып, тапсырма берілген, мына сұраққа жауап беру үшін мына суреттің үстіндегі жасыл белгіні бассаңыздар, осы тұсқа өз жауаптарыңызды жазып енгізесіздер. Енді сәйкестендіру тапсырмасы келді. Сәйкестендіру тапсырмасын қалай орындаймыз? Алдымен суреттен тапсырмаға қарай сызып көрсетсеңіздер болады. Мысалы, осылай қылып. Келесі тапсырма берілген, бұл жерде өз ойыңызды мысалмен келтіре отырып жазыңыз деген тұсқа төменге жазасыздар. Жақсы сәттілік деймін.